Баршаңызға сәлем. Әйгілі әнші Қайрат Нұртастың әйелі Жұлдыз Әбдукаримова өзінің бала-шағасымен бірге гендер пати атап өтті. Яғни баланың жынысын анықтау кеші. Жұлдыз Әбдукаримова бұл кеште Қайрат Нұртассыз тек қана өзінің бала-шағасымен ғана жасады. Кішігірім, қарапайым күйінде ешкімді шулатпай өздері ғана жасаған секілді. Және де тәттіге тапсырыс беріп, ішінде қандай түс болса, соған қарай анықтаймыз делінген. Алғашқы тәттіні тістеген Жұлдыз Әбдукаримованың қызы Алау. Алау өзі көріп, қатты қуанып, секіріп, тіпті жынысы қыз секілді қуана кетті. Ал ұл балдары мамасын келіп құшақтап, қуанып, құттықтап жатты. Жұлдыз Әбдукаримова өзінің 2 қабат болып жүрген уақытынан бері үй салып жатқанын білеміз. Үй салып, оның ремонтымен айналысып жатқаны бір өзіне ауыр салмақ болмады ма деп, әлеуметтік желі қолданушылары көп деп комментарий жазуда. Ал Қайрат Нұртас осындай қуанышты кезде қайда жүр деп әлеуметтік желідегі пікірлерді оқысақ, әрине отбасын асырауда, тойда, концертте болуы әбден мүмкін ғой деп кейбіреулері пікір қалдыруда. Жұлдыз Әбдукаримова 2 қабат болғалы тек қана жалғыз жүрген секілді. Қайрат Нұртаспен бірге түскен суреті тіптен көрінбейді. Мүмкін Қайрат Нұртастың өзі тіл көзден сақтанайық деп бірге суретке түспей әлеуметтік желіге жарияламай жүрген болар деп пікір қалдыруда. Ал сіздің ойыңыз қандай? Қайрат Нұртас пен Жұлдыз Әбдукаримованың арасында әлі де бір шикілік бар секілді ме? Олардың бірге болмауына не себеп? Яғни Жұлдыз Әбдукаримова бүкіл отбасылық ауыртпашылығын мойнына көтерген. Үй ремонты бар, балалардың жағдайы бар секілді, бір өзі алып жүрген секілді. Оның осындай аяғы ауыр шағында неліктен бір өзі жүргенін әлі құпия сақтауда. Оны алдағы сюжеттерімізден көре аласыздар. Ал қазір жынысын анықтаудағы қыз не ұл екенін әзірге құпия ұстап отыр. Сіздерге келесі сюжетімізде нақты ақпарат беретін боламыз. Біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Сіздердің пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды. Және де келесі сюжетімізден сіздер Жұлдыз Әбдукаримованың ішінде не ұл, не қыз екенін бірге тамашалай аласыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.